Бүгін күн сенбі, балалар үйде жоқ. Ерте тұрып, құймақ жасап, таңертеңгі сүт қосқан қою шайды ішіп отырып, еркелей үн қаттым. Мәке, балалар өсіп, жігіт болып келеді. Өтпелі кезеңде жүр. Қыздар да телефон шалып тыным бермейді. Соларға бір жыныстық тақырыпқа әңгімелер айтып, ақыл айтыңыз. Қыздардан аулақ жүрсін. Бір нәрсеге ұрынып, қателік жасап қоймасын. Жанарау, әлі жас емес пе олар? Жыныстық тақырыпқа әңгіме айту ерте емес пе? Солай деген Марат есіне бір нәрсе түскендей кілт тоқтады да, жоқ, ерте емес екен деп мырс етіп күліп жіберді. Жүзіне барлай қараған мен қыздармен алғашқы сүйіскенің есіңе түсті ме? Әлде әйелмен алғаш болғаның есіңе түсті ме? Айтып берші деп күлдім. Жанарау, сен де адамның ішіндегіні оқып отырасың ба? Иә, менің бірінші рет әйелмен болғаным есіме түсті. Сен де айтып берсең айтайын деді. Иә, ерлі-зайыптылар арасындағы бұндай әңгімені көбі ерсі көретін шығар, бірақ біздер күнделікті өмір шындығын ертекке айналдырмай сол күйінде қабылдайтынбыз. Марат екеуміз де бір-бірімізге қосылғанша бірнеше некеде болғанымызды жоққа шығармайтынбыз. Иә, бұл өмірдің шындығы. Оны еске алғымыз келмегенмен, ақиқат солай. Ол мені төсекте басқа әйелмен салыстыра алатын болса, мен де оны төсекте басқа еркекпен салыстыра алатынымды біледі. Мен басымды изедім. Мәкең өзінің қоңыр даусымен әңгімесін бастап кетті. Мектеп бітіретін жылым. Біздер 11 класс бітіргенбіз. Жасым 18-ге толады. Қол-аяғым балғадай жігіт болып қалған кезім. Қыздарға өлеңдетіп хат жазғаннан әріге бара алмай жүрміз. Бірде сабаққа әзірленіп отыр едім. Көрші бөлмеден анамның зілді үні естілді. Маратай, мына жаңа туған қозыларды анасының бауырына сал. Алмай қояр. Өздері әлсіз екен, ауыздандыр. Биыл 11 класты бітіріп, жігіт болып арман қуып, Алматыға оқуға барайын деп жүрген жігітке анамның қозыларды ауыздандыр дегеніне риза болмасам да, әдетте бұндай жұмыстармен айналысатын інім Саматтың өкпесіне салқын тиіп, аудан орталығындағы ауруханада жатқанын есіме алып, қозыларды қорадан шығарып, ауладағы енелеріне қостым. Аяқтарын тәлтіректей басып, өз бетінше енелерін дұрыс еме алмаған қозыларды тамақтандыруға бөтелкеге құйып, сүтте алып шыққанмын. Бірақ анамның талабы барынша енесін емізу. Сосын барып тоймаса, немесе өздігінен еме алмаса ғана бөтелкемен сүт беру. Біресе тәлтіректеп тұра алмаған, тұрса да енесінің емшегін таба алмаған, тапса да дұрыс еме алмаған қозыларды ұрсып, біресе шыр көбелек айналған қойларды ұрсып, қара терге түстім. Бұндай жұмысқа анамның мал табар атайтын Самат дұрыс еді. Ол малдарды күткенде артық ештеңе байқалмай, ол әбігерге түспей-ақ бар жұмыс өздігінен істеліп жатқандай көрінетін. Қой, енді шаршадым. Кешке салғанда енелерін дұрыстап емізермін деп еміздікпен тамақтандыруға кіріскенім сол еді. Ойбой палуан жігіт-ау, не істеп жатырсың деген ойнақы дауыс естілді. Дауыстың ойнақылығы, көңілділігі сондай, мені мынау шуаш пен көң сасыған жерден әдемі ойыңа не келсе соны істей алатын түрлі түсті сәулелі, әртүрлі сазды әуенді жерге апарып тастағандай. Қарасам, Зілиха екен. Бізге аталас жақындығы бар. 5-6 үй әрі тұрады. Ылғи көңілді жүретін келіншек, күйеуінен ажырасып кеткен. 2 ұлы бар. Анам оны көрсе, кірпідей жиырылып, жақтырмай қалады. Жай, мына кеш туған қозыларды ауыздандырып жатырмын деп белімді жаздым. Ой, соқталдай жігіт болыпсың ғой. Ауыздандырып жатырмын де. Ал, ауыздандырған қалай екен деп сиқырлана күлді. Үлкен қара көздері мөлдіреп тұр. Көз айыра алмайсың. Біздің кластың қыздарында бұндай мөлдіреген көз жоқ деп ойлап үлгердім. Онша емес, қозылар емшекті ала алмай жатыр. Үшеу туған соң ба қозылары кішкентай, әлсіз, бөтелкемен сүт бермекшімін. Қане, маған бер, ауыздандыру оп-оңай деп кім айтты саған? Мен қозыларды ауыздандырып берейін, ал сен маған ертең келіп ағаш жарып бересің бе деп көзін қысып, сыбырлап құпиялай сөйледі.
Мен басымды шұлғыдым. 5 жыл бойы мектепте Тимур және оның командасының мүшесі болып, талай үлкендердің тезегін басып, үйлерін әктесіп, ағашын жарып, аулаларын жинап бергенбіз. Ағаш жару түк те емес, ол қолынан келеді. Злиха етегін жиып, екі тізесінің арасына қыстырып, жүрелей отырып, қозының аузын күшпен ашып, қойдың емшегін аузына сауып-сауып жіберді. Ана сүтінің дәмі бөлек пе, әлде мен шынымен ретін таба алмағаным ба? Аз уақыттан кейін-ақ қозы енесінің емшегін еме бастады. Анамның үйден шығып келе жатқан дыбысы естілді. Злиха сұқ саусағын еріне апарып, «Тсс, ешкімге айтпа» дегендей белгі берді. «Апа, саламатсыз ба? Бағана поштаға барып едім. Алматыдағы қызыңыздан посылка келіпті. Пошташы Танзила паспортын ала келіп, посылкасын алып кетсін деп айтып жіберген. Соны айтайын деп келдім. Көрген соң мына балаға қозыларды ауыздандыруға көмектестім» деген ол моп-момақан күйге ене қалды. 3 қозы енелерін таласа еміп жатыр. Злиха кетіп бара жатып, көзін тағып бір қысты. Апамның оған рахмет айтқан даусы ызғарлы шықты. Онымен қоймай, маған ала көзімен атып бір қарап, Злиханың артынан бір түкірді. Түнде төсегімде төңбекшіп, көпке дейін ұйықтай алмадым. Злиханың көзқарасында адамды тартып тұратын бір сиқыр бар. Көзқарасының өзі жұмбақ, тез өзгереді. Әрі мұңды, әрі тұнық, әрі күлімдеп тұрады. Адамға сынайды, барлайды, еркелейде қарайды. Неге екенін білмеймін. Злиханы анам да, көрші әйелдер де жақтырмайды. Тіпті бір ретте байсыз болса да, қойны құрық болмайды дегендерін оқыста естігенмін. Ертеңіне биік дуалды көк қақпаның алдына келіп қоңырауды басқанымда, есік ашқан Злиха, «Сен ешкім көрген жоқ па?» деп айналаға қарап алды. Оған таңдана қарап қалған маған, «Тез кір, Марат» деп қақпаны жапты. Қаз-қатар жарып дайындап қойған ағаштарға қарап, «Қайдан жаратын ағаштар? Балта өткірме» деген сұрағыма Злиха, «Қандай ағаш? Үйге кір» деді. Кешегі айтқан шаруасын ұмытып қалған ба? Үйдегі электр розеткалар істемей қалған ғой деп үйге ендім. Шағын ғана 2-3 бөлмелерден тұратын тап-таза үйге қысыла басып кірген мен, бізден басқа ешкім жоғын көріп еркінсідім. Кішкене 2 балалы үйге ұқсамайды. Шашау шыққан не киім, не ойыншықтар көрінбейді. «Палуан қайным-ау, мен сені шынымен ағаш жаруға шақырды дейсің бе?» деп сақылықтап күліп алды. Күлкісі бар ғой, сыңғырлап тұр. Біздің кластың ешбір қыздары бұлай күле алмайды. Ол жүре сөйлеп дастархан әзірлеп жатыр. Бұрын дайындап қойған ба, шәйі әп-сәтте дайын болды. Мен клубта бүгін кинодан кейін бе болады деп естігем. Үйге барып киетін шалбарымды үтіктеуім керек. Көрші бөлмеге шығып кеткен Злиханың, «Палуан қайным-ау, сен не ішесің? Ақ па, коньяк па?» деген дауыс естілді. Бәрі жұмбақ болса да, санама бірдеңе жете бастаған секілді. Маңдайымнан тер бұрқ ете түсті. Оңаша үй, жаюлы дастархан, шөлмек, сыланып сызылған келіншек, сырлы тылсым дүние жұмбақтығымен тартып тұрса да, ағаш жару керек болмаса, кинодан кейін би болатын еді. Қайтуым керек деп орнымнан тұрмақшы болдым. Бірақ аяқтарым асығар емес. «Отыр, Марат, отыр. Би болса кинодан кейін емес пе? Мен сені жеп қоймаймын» деп жас балаша аузын томпайтты. Ерке қызға ұқсап кетті. Жасы 25-30-да шығар, бірақ дәл қазір 16-дағы қыздардай көрінді. Өзім бір белгісіз нәрседен жүрексініп тұрғандаймын. Әншейінде ештеңеден қорықпайтын басым, бас киімімді қыса ұстаған қалпы тұра қашқым келіп тұр. «Марат, бірінші шай ішіп әңгімелесейік, жақын отыр» деген Злиха ауыз ашылған шөлмектен 2 рюмкаға ақ арақ құя бастады. Екеуміз де еркін отырып әңгімелесу үшін мынаны алып қоялық. Бүгін менің күйеуге шығып алғашқы еркекпен болғаныма 10 жыл толды. Оның орталап құйған рюмкадағы арақты қағып салғанына қарап, мен де әйелден қалғаным ұят болар деп қағып салдым. Классымыз 9-шы бітіргенде бірнеше бала әрі қарай оқымай училищеге кететін болғандықтан вечер жасағанбыз. Сонда алғашқы рет арақ ішкем. Әрең демімді алып, қақалып шашалғаныма ыңғайсыздансам да, онымды 5 минут өтпей ұмытып кеттім. Еркінсіп әзілдемек болдым.
жақсы хозяйка екенін, дайындаған салаттарының дәмді екенін айттым. Екінші рюмканы ішкенде алғашқыдай қиналған жоқпын. Мойнына байлаған орамалын алып, Зылиха қасыма жақын отырды. Мен оның әппақ, жұп-жұмыр мойнынан көз ала алмай қалдым. Көйлегінің алды да арты да ашық екен. Мойнына таққан шынжырына кигізілген жүрек тәрізді кулоны қосанардың ортасында төмен құлап, мені көр деп тұңғиыққа тартып жатқандай. Найзағай сезім денемді дір еткізіп, дірілдетіп тұрып алды. Біресе жаңағы ішкен 2 рюмка мені қатырып тастағандай ма, қалшиып қаттым да қалдым. Ештеңе естімеймін, сөйлемеймін де, әлде сөйлегім келмейді. Биді де ұмыттым. Зылиха маған бір нәрселерді айтып жатыр. Арасында тамақ іш, енді арақ ішпейміз деген естіледі. Бір кесе қолымды алып жаңағы кулонның үстінен басты. Қосанары көйлектің сыртынан ақ қолымды күйдіріп барады. Сонда да тартпадым. Жаңа ойыншықпен әуестенген баладай қосанарды сипалап тұрып, қысып-қысып қоямын. Іш киімнің ішінде бір нәрселер болып жатыр. Бір кезде дымқылданып кеткенін сездім. Демімді терең алып 3 рюмка арақты өзім құйып қағып салдым. Палуан қайным, сен менің айтқанымды түсіндің бе? Өткендегі қозыларды ауыздандырғанымыз есіңде ме? Мен сені әйелмен болуға, яғни ауыздандыруға шақырғам. Егер қалғың келмесе кете бер. Қалай кетемін? Тосын, жұмбақ дүние. Өзім жүретін Кәмшаттың бетінен шала-шарпы 2-3 сүйгенім бар. Әлі ернінен де сүйіп көрген жоқпын. Ал Зылиха сан қырлы, сырлы дүниені ұсынып тұр. Одан қалай бас тартам? Жалпы Зылиха біздің ауылдың көп әйелдеріне ұқсамайды. Шалбар киіп алып, велосипедте тебеді, жас қыздардың арасында волейболда ойнайды. Әркез үстінен әдемі әтір иісі аңқып жүреді. Кеттік. Мына бөлмеге деген Зылиханың артынан ере бердім. Бұрын қызбен болмағансың ғой? Жоқ. Ештеңе етпейді. Жүретін қызың бар ма? Иә. Ничего, бұл сатқындық, я көзге шөп салу емес. Тек сәл-пәл кекс мектебінен өту. Бізде оқуға үйретеді, тамақ істеуге, әртүрлі жұмыстарды істеуге, киінуге үйретеді. Ал ең басты нәрсе кекспен айналысуға үйретпейді. Мен тек соның орнын толтырамын. Әрі менің әйел атанғаныма бүгін тура 10 жыл болды. Соны өзімше атап өтем. Жалаңаш әйел денесін жақыннан алғаш көруім. Кинодан шомылуға барғанда көріп жүрмін ғой. Ал ол қазығынан табылғанда оның әсері тіпті басқаша екен. Басым айналғандай көзімді жұмдым. Өзі шешініп болып түймелерімді асығып шешіп жатқан Зылиханы алып кеудеме бастым. Алдымды бір қатты өрттің жалыны шарпып жатқандай болды. Адамға ма, әлде жануарға тән түйсікпен бе, анық білмесем де, ол өртті сөндіретін нәрсе менің білуімше Зылиханың алды. Менің алдымнан да ақылға бағынбас бір күш қосып пайда бола бастады. Бас бермеген арғымағымның артынан еріп, Зылиханы кітаптан оқып, кинодан көріп жүргенде бас салып сүйіп аймалай бастадым. Ұмар-жұмар төсекке құлағанда әйелдің шешпейсің бе деп тұншыға шыққан даусы емтихан кезіндегі подсказка секілді болды. Іш киімімнің қалай шешілетінін де ұмытып қалғандаймын. Ұзақ уақыт әуреленген секілдімін. Содан кейін бойымды өртеген қызуды басатын саябаққа кіргім келіп, қақпасын таппай аласұрдым. Әйелдің қолдары көмекке келді. Жоланау деп көрсетіп жібергендей болып еді. Кірмей жатып қақпадан ене бере қоржын толы тауарын шашып алған саудагердей күй кештім де басымды қосанардың ортасына тығып жібердім. Қоржынды алып барып, барымды көрсете алмасам да, қақпадан енгенімде өзімше бір ерлікке баладым. Ештеңе емес, бұл бірінші рет қой деген әйел даусы құлағыма күңгірлеп жетті. Мені тыныштандырғандай басымнан сипай бастады. Содан найзағай сезім бойыма 5-6 рет келіп, қақпаға қарай шабуылдап, алғашқы күні-ақ кекстің бірнеше әріптерін үйреніп қалдым. Жақсы оқушымын ба, әлде мұғалімім тәжірибелі ме білмеймін. Биге барам деп едің ғой, клубта кино бітетін уақыт болды. Енді қайт деген Зылиха есіктен шығарып салып тұрып, енді 2-3 рет бірге болсақ әбден ауызданып кетесің деп сылқ-сылқ күлді. Содан кейін менің аңдығаным Зылиханың үйі болды. Оған күніне бір барып қайтпасам, сабақта оқи алмайтын күйге түстім.
Қалған кезде айналама кітаптарды үйіп алып бөлмемнен шықпаймын. Менің сол кезде ойлағаным, әйелдің ғажап денесі тұрғанда кино, концерт, ал бертін келе оларға қоса қонақтық, курорт, тағы басқа қызықтардан гөрі әйел денесін қызықтағаннан, әйел денесіне тояттағаннан артық еш нәрсе жоқ. Ал әйел денесіне еш нәрсе жетпейді деп білемін. Әртүрлі сылтау айтып кешке қарай Зілиханың үйінен бірақ шығам. Ештеңеге шамамыз келмей дереу төсектен табыламыз. Жас арасын сезбеймін. Оны мен өзімде еркін ұстаймын. Ол да екі баласы бар әйел секілді емес. Мен сенің үстіңе шығайыншы дейді. Біресе былай жасап көрші. Қалай болады екен дейді. Құдды математик апайдың бұл есепті тағы қандай жолдармен шығаруға болады деген сұрақтары секілді. Мен одан кейін де ондай экспериментатор әйелді көрген емеспін. Марат осы сөзді айтқаннан кейін менің бетіме зерттей бір қарап алды. Неге екен өзімде білмеймін. Мен төмен қарадым. Тек ойыма Мараттың төсек қатынасы кезіндегі ұсыныстарының көбін қабылдамайтыным есіме түсті. Марат әңгімесін әрі жалғады. Зілиха екеуміздің арамызда сезімде, міндетте ештеңе жоқ. Тек бір-бірімізге магниттей тартатын бір күш бар. Осы күні ойлаймын. Мен тіпті сол кезде үйленсем де Зілихаға баруымды қоймас едім деп. Бұл екеуміз үшін де жақсы еді. Бірақ жақсы нәрсе ерте ме кеш пе бітуі тиіс болатын. Бірде кездескенімізде Зілиха балаларының ертең шешесінің үйінен қайтатынын, енді бұлай еркін кездесе алмайтынымызды, тек анда-санда, сиректеу, онда да түнгі сағат 1-2-ден кейін 1-2 сағатқа ғана келіп кетуге болатынын айтты. Аз күнде Зілихаға қатты бауыр басып қалыппын. Ішімнен тәтті күндер бітеді ме, жоқ бір реті болар ма деп ойладым. 18-дегі жігіттің еш нәрсені уайым көрмейтін шағы емес пе? Әдеттегідей бүгін де құштарлықтың бетін 4-5 рет қайрап тастап, әйел денесін зерттеп, сипалап жатыр ем. Зілиханың айтуынша үздік оқушы екенмін. Қоңырау естілді. Денесі былқ-сылқ етіп маужырап, ләззатқа батып жатқан Зілиха әлденеден секем алғандай ұшып тұрды. Халатын жүре киіп, Зілиха шығып кеткен. Аздан соң даладан қатты дауыстар естіле бастады. Зілиха мен тағы бір еркектің даусы. Сақтықта қорлық жоқ деп киініп алдым. Аулаға шығатын аузғы бөлменің есігінің артына тығылып, демімді шиме тартып, құлағымды сырттағы диалогқа тіктім. Дауыстаңыз. Учаскелік милиционер Созақбайдікі. Одыраңдаған жігіттен мектеп оқушылары түгіл, жұрттың бәрі қорқады. Үйде оған қатысты әңгіме қозғалса, апам әлгі әдірем қалғыр Созақбай деп отырады. Өзі әйел бет, денесі де қалай солай пішіле салған әйел денелі даусылда шіңкілдеп шығады. Әйел бет еркек дегенді білесіз бе? Көзіңізге елестетіп көріңізші. Еркек екенін үстіне киген киімі ғана білдіреді. Созақбайдың өзі әлде жұмысын жақсы көреді ме, әлде басқа киімнен гөрі милицияның киімін жақсы көреді ме? Әйтеуір формасын ұйқыға жатқанша үстінен тастамайды. Май басып қызара бөрткен безеулі беті, мықынсыз тұтасып кеткен белі, қампиған қарны, өзінің пошымына салмақ қосқысы келгендей жасайтын жасанды қылықтары оны көпке сүйкімсіз етіп көрсетеді. Пияз бен сарымсақ сасып жүретін аузындағы сап-сары тістері өмірі тіс щеткасын көрмеген секілді. Түкірігі шашырап сөйлегенде сирек мұрты қосыла жыбырлап тұрады. Иә, сұлу қатын, не сонша бұлқынасың, еркек көрмегенде, не тұрыс үйге шақырмайсың ба? Мен қонақшыл емеспін, келген шаруаңызды айтыңыз, және қолыңызды жүгіртпеңіз. Келсем сол күйеу жоқ әйел жігіт сағынып қалған шығар деп келдім, деп өзінше әзілдеген Созақбай хихихилеп, шіңкілдеген даусымен күліп алды. Жігітінің түрін деп, іштей кіжініп, жігітшіл Созақбайды бір боқтап алдым. Ағай, қолыңызды тартыңыз деген Зілиханың ашулы даусы тағы естілді. Жә, шаңқылдама, еркек қолы тимей жүргендей секіруін. Айттым ғой, мен келіп тұрамын. Ет бетіңді, тауықтарыңа жем, отын судан кемді көрмейсің. Кешке келем, қазірде туралауға болады. Скорсқа салып жібермейміз бе? Жүрсе үйге, есікті жап деген Созақбайдың даусы жұмсарғанымен әмірлі өктем естілді. Жоқ ағай, кірмейсіз, кірсеңіз мен ауладан шығып кетем. Сіз қала беріңіз. Жай, айтқанды түсінбейсің ғой. Менің айтқаныма көн. Осы ауылдағы бастық сельсовет екеуміз екенін білмейсің бе? Біз не айтсақ сол заң. Мен сені өзің жас, өзің сұлу болған соң еркелетіп отырсам, бала көтерсең Шымкентте таныс дәрігерлерім бар. Апарып түсіртем.
Маған бала керек емес, онсыз да 4 балам бар, сол жарайды. Ағай, сіз мені күйеу жоқ деп басынбаңыз. Сіз маған ұнамайсыз, мен сізбен ешқашан бірге болмаймын. Шығыңыз, кетіңіз. Ешқашан болмаймын деймісің? Өзің шын айтып тұрсың ба? Оның шіңкілдеген жіңішке даусы одан сайын ащыланып, шыңылтырланып кетті. Бұл кезде оның қызара бөрткен жүзі күрең жасылға айналып, бетон беттеніп, әйнек көзденіп кеткен болуы керек. Сондай түрін бірнеше рет көргенмін. Мына қатынның құтыруын-ай, мен өткенде қалаға барғанда 500 теңгеге 18-дегі жас қызды туралаған бұл ағаң. Сен неменеге еркек көрмегенде бұлданасың? Бәле қатын, бұл ауылда не көп, байсыз қатын көп. Аяғыма оратылып жүргендер қаншама. Ағай, әңгімеңізді тоқтатыңыз, кетіңіз. Зылиханың даусы жыламсырағанымен қатқыл естілді. Участковый тактикасын өзгертті. Даусы енді жай, мәйменкөленіп шықты. Әй шырағым Зылиха, жаңа айттым ғой, не көп, байсыз қатын көп. Бірақ сен маған ұнайсың. Біздің үйдегі әйелді білесің ғой, женскиймен ауырады, жатуға болмайды. Оның үстіне тағы 2 қабат. Мен енді өлем бе, түсінсеңші. Қатынмен жату үшін ғана қалаға шаба берем бе? Жаным қиналып кетті ғой. Бір мәрте әрі қарай мұрнының астынан бірдеңе деп міңгірлеген болса керек, даусы естілмей кетті. Ұятсыз, тарт қолыңды. Менің құшағым кез келген адам қонып шыға беретін қонақ үй емес. Кетіңіз, қандай жиіркенішті едіңіз. Мен айқайлап көршілерді шақырамын. Содан соң алысқан адамдардың дыбысы білінді. Жұдырықтарымды түйіп алып тістеніп әрең тұрмын. Есіктен сығалап участковыйдың кеткеніне көз жеткізгеннен кейін есік алдына шықтым. Көздері жалт-жұлт етіп, шаштары жалбырап кеткен Зылиха не істерімді білмей тұрған мені құшақтап жылап жіберді. Өксіп-өксіп ұзақ жылады. Еркектердің озбырлығына, өзінің жесір ғұмырына найла айтып жатқандай. Мен қалай жұбатарымды, не айтарымды білмей, шашын сипап тұра бердім. Бірер жылдан соң Созақбайдың жазасын берем деп өз-өзіме уәде бердім. Мен қанша асықсам да, Зылиханы бұндай жағдайда тастап кете алмадым. Қолына су құйдым, салқын суға бетін шайып, шашын дұрыстап, өзіне өзі келгендей болды. Көздері ісіп, өксігі әлі басылмаған. Зылиха диван жоқ болған соң, төсектің шетіне кездейсоқ отыра кеткен менің тіземе басын салып әңгімесін бастады.